Ассалаумағалейкум қазақстандықтар, жанашыр жандар. Бізде мына ПЕТ-тесті, МРТ результаты шықты. Доктор Санти Батырдың қабылдауында болдық. Бәрі шықты. Бұл төстен басталған. Ары қарай метастазымен өкпе, бас, бауыр, жамбас бәрі тиген үшін қараған. Енді соның емін бұйырса бүгін жайлап бастап жатырмыз. Енді бізге қабырғасы кішкене метастаза тигесін, қабырғасы шытынаған, сынған деп бізге жаңа неге берді, хирургқа. Ол кісі қарады, рентген бәрі қарады, цемент ештеңе құймаймыз деді. Бізге негізі басында цемент құйып қабырғаны қатырамыз деп еді. Ол ондай қатты тарамаған, химия алса алдағы уақытта болады деген шешім айтты. Рентгенге түстік бана, ертең лучевой терапияның хирургымен кездесеміз. Ол ертең басты тексереді, ол сосын аяқты тексереді. Қазір енді сүйікті қатайтатын укол салады. Ол шамамен біздің ақшамен $1000 болады. Қазірден басталады, ол шамамен 3 сағат уақыт алады. Бұл реанимация деген бөлме. Қазір енді сол сүйік қатайтатын уколды бастайды. Өз көмектеріңізді, өтініш көмек қолдарыңызды аямаңыздар, жәрдем беріңіздер. Аман-есен емімізді, шипамызды тауып, отбасымызға, отанымызға оралайық. Жомарт ағалар болса, көмектесіп жіберіңіздер, өтініш. Рахмет көп-көп. Қазағым қаһарман қайсар ел.